Ақтөре мен Гүлназым, жаңа басталған сезім бе, әлде тағдырдың сыйы ма? Соңғы күндері әлеуметтік желіде жиі көзге түсіп жүрген бір көрініс бар. Ақтөре мен Гүлназым бірге. Бұрын тек достарымыз деп келген екеуінің арасы қазір мүлде басқа деңгейге көтерілгендей. Жақында олар жұрт көзінше қол ұстасып, нағыз ғашықтарша серуендеп жүрген сәттері түсірілген видео тарады. Көпшілік мұны жаңа жұптың ресми жариялануы деп қабылдады. Кейбіреулердің айтуынша, Ақтөре Гүлназымды өз отбасына таныстырып қана қоймай, оның баласымен де тіл табысып үлгерген. Бұл маңызды қадам. Өйткені бұл жай ғана таныстық емес, егер ертеңгі күні ортақ өмір басталса, Гүлназымның баласы да сол отбасының бір мүшесі болмақ. Жақын арада келін етіп апарама деген сауалдар желіні кезіп жүр. Себебі Ақтөренің қасында бұрынғыдай сенімсіздік емес, нақты бір шешімге келгендей байсалды жүз бар. Гүлназым да өзгерген. Бұрын көпшілік алдында аса ашық жүрмейтін болса, қазір Ақтөремен бірге түскен суреттерінде күлімдеп, шынайы бақыттың лебін сездіріп тұр. Желі қолданушылары түрлі пікір қалдыруда. Керемет жұп. Нағыз жарасқан екеу. Өткен өмірді ұмытып, жаңа парақ ашқан дұрыс. Гүлназым, парасатты, салиқалы әйел. Ақтөреге лайық деген сөздер жиі жазылып жатыр. Болашақта не болатынын уақыт көрсетеді. Бірақ қазіргі көрініс бойынша, Ақтөре мен Гүлназымның арасы күн сайын нығайып, сезімдері тереңдей түсуде. Мүмкін жақында бұл жұптың да қуанышты жаңалығын еститін шығармыз.